Балалар, бүгінгі сабағымыз жалпы қазақ өнеріндегі кез келген туындының шығу тарихы бар, иә? Сол бүгін біз қазақтың белгілі күйі, наринтерген күйінің қалай шыққаны туралы Тахауи Ахтановтың наринтерген әңгімесін тәмамдаймыз. Күй аңызын тәмамдаймыз. Енді қазір сүйрету сәті және сабаққа кіріспе ретінде мен бір күй қоям, соның қандай күй, қалай аталынатынын қараңыздар. Үшінші топ сіздерде бір домбыра. Ал енді осы сәттің ортада біз әрі қарай сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Тахауи Ахтановтың күй аңызы әңгімесінің көркемдік құндылығы. Көркемдік құндылық. Құндылық дегенді білеміз ғой бәріміз, иә? Енді осы әңгіменің көркемдік құндылығын ашамыз. Сабақтың мақсаты, соңына дейін тақырда өлтіреді. Әдебиет шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желіні, эпилог, прологтарды анықтаймыз. Екінші мақсат бойынша композицияны тұтастаймыз бөлшектен тұтасқа айналдырамыз. Түсінікті ғой, иә? Енді мен сіздерге айтқан үйде тапсырма осы шығарма бойынша бір-бір сұрақ дайындап келеміз, қоржынға саламыз. Ең бірінші бөлшегіміз үй тапсырмасынан басталады. Үшінші топ сал жіберіңіздер. Ал үй тапсырмасы сіздер осы шығарма бойынша дайындап келген тапсырмаларыңыз. Енді бір сұрақ алыңыздар. Мың сұрақтан бір сұрақ арқылы жауап береміз. Күйшінің көзі ең бірінші кімге түседі? Әңгіме неге күй аңызы деп аталады? Күйшінің көзі ең бірінші бір жалғыз қара үйге келген кезде көк көйлектегі жаңылға жас қызға көз түседі. Естебес күйшінің көзі. Әңгіме неге күй аңызы деп аталады? Бұл әңгімеде бізде наринтерген күйінің шығу тарихы туралы айтылған. Бұл сұрақты келіп алды. Қанатын асықта жауапқа жақсы енді екінші. Біреу алып оқып, екінші жауап бере білсе де болады балалар. Естеместің өзінің айтқандағы Естеместің өзінің айтқандағы оразыметтің жауабы қандай болды? Оразыметтің жауабы? Оразыметтің жауабы? Түйе көрген кезінде. Роман айтқан кездегі. Ал жауап берейін, басқа мүшесі жауап беремесін. Оразыметтің жауабы барынша естеместі көзірі болды. Өзінің оның айтқаннан кейін өзіне ондай болғанын қаламай, сіз әлі сізге бір жас қыздар тұрған болады. Алғы жылда ауылдағы ағамызға бір қыздан тұрды деп өзінің Шұбақыл айтады ма? Оның айтқан кезінде. Жақсы, қанағаттанасыздар? Жақсы отырсыздар. Сіздер балалар оркестр жинаймыз сабақтың соңына дейін. Ал сіздер кіміз қаласыздар? Күй дегенде айдан туды, халық қанша кім сұрады? Күй дегенде ойдан туады, қолың қанша Күй дегенде ойдан туады, қолың қанша жылдағанмен, көңілі болса күш шықпайды. Бұл кімнің сөзі? Бұл естеместің сөзі.
Кімнің сауалына жауап бер? Оразмин Оразмин сауалына жауап. Жақсы. Рахмет. Отыра қалыңыз, бәрекелді. Келесі тағы бір сұрақтар. Есемес пен Оразмин жолда қандай жануарды кездестіреді? Мәлімдеген түйені кездестіреді. Түйені? Қандай түйе еді ол? Толтырады. Кім толтырады? Қазан толтырғыш. Жалғыз өркештің нақты кездестіреді және оның жүдеп кеткен аяғын. Жақсы. Кімнің сұрағы бұл? Жалғасқан ата-анасы ба? Жауабыңыз бар? Жақсы. Ал, сіздер. Есемес пен Оразмин. қай Тауға қарай бара жатты. Қай тауға қарай бара жатты есеместер? Қол көтереміз, өзің айтып. Ал, қайда? Оразмин мен Есемес екеуі Ипат тауына қарай бара жатқан еді. Кімнің сұрағы? Мен. Қанатына сұрайды? Жақсы. Ал, келесі. Нарды Есеместің ойы қандай болды? Нарды көргенде Есемес ең алдымен мынау нар шынымен де сауыла ма екен, мынау нар сауылмайтындарға ұқсайды, бірақтан да сонда да талпынып көрейін деп өз ойынан ойлады. Кімнің сұрағы? Өздерің танын. Аға? Толық тұрасың ба? Жоқ. Ал, айта ол. Толық ба? Толық ұят ба? Толық. Сіздер келісесіздер ма бұл жауаппен? Келісесіздер ма? Ең алғашқы көрген кезі ол Қол көтеріп тұрамыз. ең алғашқы көрген кезі ол Ипат тауына қарай бара жатқан кезде кездестірдім. Ол кезде Есемес біраз ойланып қарап тұрды. Оразмин оның басында шайтан, жын шайтан деп ойлады. Сол себепті ол Есемеске дұға оқып жіберіңіз деп өз ойын ұсынды. Бірақ Есемес оның нар екенін түсінді. Біраз қарап тұрды. Содан кейін ол күйге не болды? Күйге келді. Күйге қозғалды. Қозғалды. Как сіздерге? Артыққа береміз ба? Домбыра бермейміз ба? Ол басқа яғни жылға шайтанға ойлайды балалар. Ал енді қараңыздар. Жақсы, үй тапсырмасына жақсы дайындалып беріпсіздер. Қанағаттанай, екі топ екі сұраққа жауап берді, иә? Келесі енді қараңыздар. Біз қазақ әр жануардың, әр адамның бірі бар кезде, мысалы жануарлардан задақты сөз бастамасы бұрын сүйінбайдың біріне сүйіне барып тастаған, иә? Қолдай көр деп. Ал ойсыл қара түйенің бірі. Ойсыл қара. Түйенің бірі. Осындай ата, сақтаушы бір өзге, біз айтамыз ғой, жоғарыдан бір жіберілген хабаршы дейміз, е? Қай берекеде күтеміз осындай біз хабаршыны? Қай уақытта келеді деп айтамыз? Айтамын. Аха, айтамын. Қыдыр атаны күтеміз, жақсы күтеміз. Тағы да бір байланыстырыңыздар, қазір жақындаған өтті. Қадыр түні бе? Қол көтеріп, айтамын. Қадыр түні Кімде? Үйге? Кімдер келетіміз? Періште. Жақсы, рахмет, отырыңыз. Ал, енді қараңыздар, бізде бастапқы сабағымыздың мақсатында прологын табу, эпилогын табу, шығарманы сюжеттік жағынан талдау. Менде осы бөлшектерді талдау мақсатында бірнеше тапсырма бар. Осы тапсырмаларды қазір әр топқа береміз. Сіздер топтарыңызға кино тасқа, сіздер топтарыңызға оқиға желісін жазыңыз. Алдарыңызға маркерді пайдаланыңыздар. Берілетін уақыт балалар 5 минут. 5 минут беріледі. Сіздер ана ескерден жақсырасыздар. Оқиға
кейін мынау екеуі істейді. Әр топтан екеу, үшеу адам шығып қорғасаңыздар Үшінші топ шығарманың авторы тақырыбы Тахауи Ахтанов қиянысы. Автор туралы ақпарат. Тахауи Ахтанов 1923 жылы дүниеге, 1994 жылы дүниеге озған. Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Шетірқыз ауылында дүниеге келген және Алматыда педагогикалық институтқа оқуға түскен және 1948 жылы әскери еңбектен босатылған соң бос уақыттарында әдеби еңбектермен айналысқан. Аңызда көтерілген басты мәселелер. Бұл күй аңызында көтерілген басты мәселелер күйдің құдіреті, күйді орнаған күйшінің өнері және де естемес күйшінің ауыр тағдыры, күй аңызының шыққан тарихы. Аңыз кейіпкерлері ол Жайлау, Қария, Естемес, Оразымбет. Болды ма? Мәліметтеріңіз толық аяқтыңыздар ма? Кімнің сұрағы? Бірінші топ сұрақтарыңыз қосымша. Қандай сұрақ қоясыздар? Әлде қанағаттанасыздар ма жауаптар? Толық па? Басты мәселе. Толық па? Қанағаттанасыздар ма? Үшінші топтың жауабын. Екінші топ қанағаттанасыздар ма жауабына? Жақсы. Ал, онда үшеуіңіз. Ал, екінші болған сіздер келіңіз. Мына жаққа. Мына жаққа. Кино әдіс бойынша кинолента әдісі. Ең бірінші біз Тахауи Ахтанов күй аңызы әңгімесі. Ең бірінші екі салт атты адырдың басында екі жолаушының келуіне қойды. Екі салт атты адырдың басында екі жолаушы шықты дейді, дұрыс па? Сіздер осылай мақұлдау ишаратын білдіріп отырыңыздар. Екінші екі жолаушы ессіз далада едіреген нарды көрді. Дұрыс па? Үшіншісі олар нардың артынан ере отырып қараша үйге кезіп береді. Төртінші оларды әдемі қыз күтіп алады. Бесіншіде біз қараша үйдің ішіне кіріп келгенде жалғыз шалды көруін айтамыз. Дұрыс па? Алтыншы қария мен естеместің бір-біріне айтқан қолқауы. Жетінші қарияның естемеске айтар қолқасы ол нарды үйдіріп беруі. Беруі. Сегізінші естеместің күйді тартып отырған кездегі Қыздың киімі? Сегіз дейді. Ал тоғыз Оразымбет екеуінің кешертуі. Сол кезде қыз нардың идірмей емшегінен ұстап тұрады. Оныншыға екі жастың қосылуы. Яғни естемесін Оразымбетке өзін жұмыс берді. Қосылуға. Болсын ма? Қанағаттанасыздар ма? Жинап, қана шекті қойып
Келіңдер шығарады. Екінші топ. Албасы. оқиға желісі бойынша Композициялық құрылым. ең алғашқы екі салт аттының Ипан тауына қарай бет алуы. Дұрыс па? Жолдан жүдеп кеткен бір нарды кездестіруі. Естеместің аяқталмаған күйі. Естемес нардың артынан еріп баруы, қараша үйге баруы. Естемес пен қарияның мұңы, жаңылдың ұсынысы. Естеместің күй тартуы, жаңылдың нардың желінің сықтыруы. Қолға салуы. Шешімі нар етілген күйенің дүниеге келуі. Кездесті ма? Композициясы дұрыс па? Құрғаныз. Жақсы. Дұрыс. Қол шапалақтаймыз сонда. Жақсы. Рахмет. Жақсы. Ал балалар, біз шығармада не жоқ балалар? Құрылысы, композициясын құрған бе? Не жоқ қазына? Ой, Жағымсыз кейіпкерлер жоқ. жағымсыз кейіпкер жоқ. Не себепті? Себебі бұл күй аңызы туралы, шыққан тарихы туралы, ешқандай жағымсыз кейіпкерлер жоқ. Осыдан байқауға бола ма? Бұл құнды туынды екен, құндылығы бар екен, иә? Қандай құндылық бар? Естеместің Оразымбекке жол бергеннің өзінде қандай құндылық бар? Яғни естеместің Оразымбекке жол берудің өзінде үлкен адамгершілік бар. Жақсы. Ал тағы да сіздер жаңа композициясын құрдыңыздар, иә? Аңыздың. Не жоқ оның ішінде? Эпилог және пролог. Эпилог пен пролог. Не себепті? Себебі Эпилог дегеніміз не? Кім айтады? эпилог дегеніміз ол шығарманың басындағы 5 жыл бұрынғы ең басындағы сипатталуы. Сол шығармаға дейінгі, осы оқиғаға дейінгі өмірі кейіпкерден. Жақсы, рахмет. Ал пролог. Шығарма біткеннен кейін әрі қарай өмірден сипаттап Жалғасын ба әлде? Өткеннен кейін. Жақсы балалар. Яғни біздің мынау оқу жоспарымыз, мақсатымыз жүзеге асты. Бөлшектеп композициясын құрдық па біз? Құрдық, жақсы. Енді балалар, сіздерге мынадай тапсырма қазір. Әдебиет лотосы. Неше кейіпкер бар? Шығармада. 4 кейіпкер бар. Естемес. Енді осы кесте арқылы сіздер қазір осы 4 кейіпкердің адамгершілік қасиеттерін табасыздар. Содан кейін олардың өмірге деген қандай қызығушылығы бар, соны анықтайсыздар. Содан кейін кейіпкерге өз бағаларыңызды бересіздер. Жұптасын жасайсыздар, пармен, жұптасын, екі адамнан жұптасын жасайсыздар. Жұптық жұмыс бұл. Жұптасыңыздар. Ашық қай топта бар? Сен жұптасын. Сен Болды, иә? Жұптасын. 5 минут уақыт беремін. Адаптация.
кейіпкерлер ең бірінші кейіпкеріміз бізде естемес. Өмірге қызығушылығы. Естеместің өмірге қызығушылығы аз, себебі өмірлік жары мен бала шағасы жоқ. Сөйтіп жаздыңыз. Біздің өзіміз солай. Иә, өздеріңіздің пікірлеріңіз солай. Адамгершілік қасиеті. Естеместің адамгершілік қасиеті өте жоғары, себебі ол кішіге ізеттілік көрсетіп, өз жолын оразымбетке береді. Бағаларыңыз Кейіпкерлерге баға естемес өте жағымды, адамгершілігі мол, ақыл тоқтатқан жақсы кейіпкер. Жақсы, келесі Оразымбет. Оразымбет өмірге қызығушылығы әлі мол, әлі жас, өмірге қызығушылығы мол, жасөспірім бала. Адамгершілік қасиеті Оразымбеттің де адамгершілік қасиеті өте мол деп санаймыз. Кейіпкерге беретін бағамыз Оразымбет өте жағымды, арты бойы жоқ жас бала. Келесі Жаңыл өмірге қызығушылығы мол, жас, әдемі, көрікті қыз. Адамгершілік қасиеті бар, өте көп. Кейіпкерге Адамгершілік қасиеті Бірақ бұлай алатын болсақ, ол естемеске күйеуге шықпас үшін ол әділетсіздікті қолдарды. Оның бір жасаған ісі бар. Жақсы, келесі бағаларыңыз. Жаңыл жағымды, қарт өмір көрген, бар қиыншылықты көрген адам, адамгершілік қасиеті, қарт адам, адамгершілік қасиеті өте көп. Кейіпкер қарт жағымды кейіпкер деп. Себебі қатты бас. Санағысыңыздар ма? Жақсы, екеуіңізге. Жеке домбыра. Үшінші топта. Ал, кіммен? Балаусамен. Айна. Жер қарап тұрып айта беріңіздер. Қаламсақ қоямыз, жазбаймыз деп. Естемес өмірге қызығушылығы, өмірлік жарын табу, адамгершілік қасиеті Оразымбетке өзінің жолын бере алды және де өте адамгершілік кейіпкер адамгершілік қасиеті көрсете алды. Кейіпкерге баға естемес күйге деген өнері керемет әрі адамгершілік қасиеті бар. Жақсы, бәрін оқымай-ақ, ал Айна қартқа берген бағаларын оқышы, қартты оқы. Өстіпесе қаруасыңыз. Өте жағымды. Адамгершілігі ол өте түсініспеушілігі мол. Түсініспеушілігі ма, әлде түсінігі ма? Түсінігі мол. Бағаңыз? Бағам ол өте жағымды кейіпкер. Сағынар ма кейіпкер? Иә. Жақсы, маңызды екеуміз отырасыз. Келесі жұп кім? Даяна менен Назизге. Кейіпкерлер Тоқтаңыз, бізге Оразымбетке беріңіздер сіздер. Оразымбет өмірге қызығушылығы өте мол, себебі жас бар қолдары алды. Адамгершілік қасиеті бар. Естемесі қайғы қуаныш мұңындарды қолдап қоштап үлкен ретінде ізгілік көрсетті. Кейіпкерге баға 10-дан 10 береміз. Даяна, жаңылды оқыңыз. Жаңыл бар, себебі ол әлі жас үйленбеген қолда қыз. Адамгершілік қасиетті ол әкесіне көмек көрсетті. Әкесі қиын жағдайда тұрғанын көріп, ол әкесінің көмектесті. қолқасын қабыл алды. Кейіпкерге баға ол 10-дан 9. Жақсы, оны да титірсіз сол себепті 9 бердіңіз ба? Жақсы. Азамат, жалғас. Әлде Бақдәулет. Сіздер үшіншіңіздіңіздер. Ал Бақдәулет. Бақдәулет, сен естемеске берші баға. Естемес. Менің ойымша өмірге қызығушылық аздап басылып барады. Қартайған сайын қызығушылығы азаяды. Адамгершілік қасиеті. Естеместің адамгершілігі бар. Себебі ол өз жолын Оразымбетке берді. Жақсы, баға? Кейіпкерге баға 10-дан 10. Жақсы. Ал сіздер? Сіздерде қай қыл? Қай жүр? Ал, жақсы. Сіздер кімге беріңіздер? Жаңылға беріңіздер? Жаңыл өмірге қызығушылығы ол табысы жақсы, ол не әкесінің несінің жалғыз барын едіргісі келеді. Ал адамгершілік қасиеті менің ойымша жоқ деп ойлаймын, потому что ол естеместі мойындатты. естеместі. Әділетсіз ба? Әділетсізге жол бермеді ғой. Иә. Жақсы, Оразымбет. 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 Оразымбет.
Үйде бола ма? Иә. Жақсы. Аха. Келесі бағаларымыз. Баға. Жақсы. Ал сіздер кімді оқыңыздар? Хатты оқыңыздар. Хат кісі. отырғандардың күнделікті келді, қайырымды. Адамгершілік қасиеті мол, жағымды кейіпкер. Ал кейіпкерге баға мейірбан. Жақсы отырамыз. Балалар, бір сөзбенен ерекше қорытындылашы осы тапсырмас. Естемес қандай кісі? Өмірге қызығушылығы. Өте жоғары. Жоғары. Отбасын құру. Иә? Аха. Келесі адамгершілік қасиеті. Адамгершілігі мол. Жақсы болды. Баға? 10 дейсіздер. Жарайды ал. Оразымбет? Өмірге қызығушылық. Бірақ сөзбен дедім мен сіздерге, бірақ сөзбен. Яғни Оразымбеттің өмірі алда өзіне жақсы жар табу, яғни күйді, қыр-сырын күйді үйрену. Оқушысы ғой ол. Адамгершілік қасиеті өте мол. Келесі баға 10-10, жақсы. Жаңыл қызығушылығы жақсы өмір сүру. Иә, жақсы өмір сүру. Келесі адамгершілік қасиеті бірақ өз есебін жібермейтін адам. Солай айтса болады ғой. Келесі баға қарт қызығушылық өмірге қызын асырау. Күн көру. Қасиеті көргені мол, көреген кісі. Баға 10 дейсіз. Жақсы. Енді осының ішінде жанама кейіпкерлер кімдер? Қол көтереміз. Жанама кейіпкер кімдер? Ал Азамат айтшы. Ой, кім? Шынболат айтшы, жанама кейіпкер кім? жанама кейіпкер бұл жерде жаңыл. Жаңыл, тағы да. Біреу-ақ па? Қария, тағы да. Естемес дейді. Оразымбет дейді. Ал көрдеуі де жанама кейіпкер болып кетті. Негізгі кейіпкер кім? Міне, естемес бізде негізгі кейіпкер да, қалғанында жанама кейіпкер қалар. Естеместің образын ашу үшін пайдаланылған кейіпкерлер. Түсінікті ма балалар? Жақсы. Ал енді қазір келесі біздің тапсырмамыз ұсынылатын үзінді тақтада тұр. 2 үзінді берілген. Бұл балалар жеке жұмыс. Әдебиет дәптерлеріңізді ашып соған орындайсыздар. 5 минутта 2 үзіндінің бірін таңдап аласыздар. Жеке жұмыс. 2 үзіндінің бірін таңдап аласыздар да, соған өз пікірлеріңізді креативті түрде білдіресіздер. Креативті дегеніміз заманауи, қазіргі тура осы өмірмен байланыстыра отырып жауап бересіздер. Түсінікті ме балалар? Оқу қажет па? Үзіндіні? Өздеріңіз оқыстарыңыз. 5 минут беремін. 5 минут. Кетті. Қысқа жазасыздар, қысқа. Ал балауса оқыңыз. Мен бұл жерде екінші шумақты алдым. Аха, екінші шумақ. Менің оған деген өз пікірім, күйші қанша жерден қызды жақсы көрсе де, өз арманын бас тартып, өзін қолына ала алды. Қазіргі кезде бұндай адамдар өте аз. Келесі. Кімді? Яғни өзінің жұмысындағы затын беретін адамдар аз қазіргі кезде. Ал. Мен бірінші өзімді контроль. Аха. Менің ойымша естемес болысы эмоцияға берілді. Яғни кейдің құдіретін сезді. Құдіретін өзі де сезінді. Жақсы, керемет. Яғни біз бір тізерге отырып алуда сода, иә? Шабыты келді оның. Келесі. Нұрислам, айтшы, нені мойындады естемес? Право. Нені мойындады естемес? Нені мойындады? Аха. Естеместің үйі бар ма? Уақыты өтпейді, иә? Оның үйі бар ма? Бала шағасы бар ма? Жоқ, жасы нешеде? Елуден асқан әлі үйі бала шағасы жоқ, соны мойындады. Бірақ ол жолын кім береді? Бақ жаңа енді тұрса да өзінің бағын
күйдің құдіретін сезінді, иә, жақсы. Ал кім тағы? Аружан. Мен екінші шумақ оқырмадым. Кеше әрекеті өзінің жас өйткенін түсінді. Өз бағын жас жігітке берді. Өз бағын жас жігітке берді. Жақсы. Ал бала, түсіндік па креативті бағаны? Яғни жасы. Креативті бағаны нешесі. Осылай сіздерде уақыттарыңызды өткізіп алмаңыздар. Енді бала, қараңыздар, келесі. Сабақты қорытындылау мақсатында мен сіздерге қазір бірнеше күй қойғам. Сол күйлердің ішінен Наридің күйін табамыз. Түсінікті ма? Ал, кәп тыңдаймыз. Бұл бір жағынан ойын, бір жағынан сабақты қорытындылау. Адай кейін барып ашылған берекесіздер. Мынау не қосылмайды? Келесі шекті жағыздар. Көңіл толқыныс келешек. Дұрыс. Келесі. Ақсақ план. Сендер барлық кез Нариді деп айта бермесеңдер. Балбырау деймін. Азалы үнінен байқады, иә? Келесі бір. Бағана сабақтың басында болды. Сабақтың басында болды, ата толғау дұрыс айтасыз, Азамат. Ал жақсы. Енді балалар, сабақты бағалайық. Бағалау барысында 5-6 балл алғандар, триолар. Триоларсыздар, санаңыздар. Кімде қанша домбыра? Квартет 4 алатын балалар, 7-8. Оркестр 9-10. Содан кейін барып керіліп, балалар, кері байланыс береміз, кері байланысты қараңыздар. Бері қараймыз, балалар. Бәрін түсіндім деген бала, мына тектердің ішінен жасылын таңдап алып, мына жердегі жапсыратынға жапсырады. Түсінбедім көп нәрсені деген бала қызылды таңдайды, сарыны. Ал әлі де ізденіп білгім келеді деген бала қызылын таңдап жапсырады. Сонымен қатар үйге тапсырма қазақ күйлерінің шығу тарихына шағын зерттеу жұмысын жазып, дәптерге жазып бересіздер. Бірнеше күйдің шығу тарихы. Жаңа ақсақ планымыз, ата толғауымыз, саржайлау мысалы, көңіл толқыны, мысалы Секен Тұрысбектің қайғылы жағдайға түскенде туған күй. Солар зерттеп жазып. Ал бірінші топ сіздерде неше? Бізде оркестр 10. Қанша? 10 бар.